Сәлем баршаңызға. Бүгін біз кексті пешке емес буға пісіретін боламыз. Ендеше кеттік. Бізге ол үшін 3 жұмыртқа, кішкене тұз және 200 грамм қант. Осыларды бірінші араластырып аламыз. Енді сұйық май, және ұн. Ұнды 1,5 стакандай қосамыз. Ванилин, қопсытқыш 12 грамм, және 2,5 қасық какао. Араластырамыз. Және бізге 180 граммдай сары су қажет. Творог жасағанда шығатын сары су. Соны қосамыз. Ал енді мынау кеселі пиалаларымызды майдалап аламыз. Осыған кексті құямыз. Енді қамырымызды құямыз. Жартыдан сәл асу керек. Міне салқын су құйып алдық бұл ыдысымызға, кастрөлімізге. Тек қана салқын су құямыз. Енді бір матамен болмаса сүлгімен бетін қымтап жабамыз. Осылай. Крышкасын жабамыз мында бір қымтап. Сөйтіп, отқа қоямыз. Қайнағанша, қайнағаннан бастап 20 минут отта булаймыз. Міне 20 минут қайнады. Оны бірден ашып тастаған жоқпыз. Кішкене суытып, тағы 10 минут қойып алдық. Отсыз. Қазір ашып көреміз. Бисмилла. Мына біздің кексіміз дайын болған сияқты. Көрейік. Түбінде осылай жабысып қалады. Ол ештеңе, ол сондай болады өзі. Суға буға пісірілгеннен кейін. Міне біздің буға піскен кексіміз де дайын болды. Буға пісіруге болады екен негізі. Міне. Бұл өте сочный болады. Қазір бөліп көрсетейік, іші қалай піскен. Міне, іші полный піскен. Және өте дәмді, және жұп-жұмсақ. Міне осылай. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар, құрметті достар. Және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, келесі видеоларды көру үшін. Ас болсын.